Лагерде ұйымдастыруға болатын детективтер күніне материалдар ұсынғым келіп тұр. Осындай А4 екеуінде осындай безендіру жасалды. Оған қоса қасына әртүрлі суреттер беріледі. Осындай детектив тақырыбына қатысты. Біздер балаларға айтамыз, біздің қазынамыз жоғалды, оны табу үшін біз тапсырмалар орындауымыз керек, детектив боламыз бүгін деп. Қолдарына айғақтар парағын ұсынамыз. Яғни 5 тапсырма болады. Сол 5 тапсырманы орындап, олар тапқан әр тапсырманы дұрыс орындаған сайын айғақтар алып отырады. Сол айғақтарды жазып алып отырады. Бұл жерде білмеймін, бала көп болса, әр балаға шығарып бере алмасаңыз, топқа бөліп, бір-екі неден берсеңіз болады. Одан кейін детектив куәлігін барлық балаларға шығарып берген дұрыс. Олар өздерін детектив сезінеді, толтырып жазатын болады. Және де детектив сұрақтар парағы бар болады. Мен мына жерде өзімнің 3 сұрақты жазып қойдым. Сіз өзгертсеңіз болады. Бос шаблонын да салып қоямын. Сұрақты өздеріңіз жазып, жұмбақ қойсаңыз болады. Балалардың жас деңгейіне қарай жасасаңыз болады. Яғни осыны орындағаннан кейін оларға айғақ бересіз, олар айғақты жазып алады. Одан кейін шифрды шеш тапсырмасы беріледі. Шифрды шешсе, екінші айғақты жазып алады. Одан кейін лабиринттан өту керек. Осындай тапсырма жасалды. Бұдан өтіп айғақты алады. Келесі соңғы тапсырма ол пазл құрастыру. Пазлды дұрыс құрастырғаннан кейін 5-ші айғақты алып, ақыр соңында қазынаны табады. Қазынаны тапқаннан кейін балаларға сертификат береміз. Өте көңілді, өзіңізді тағы да ойыңыздан қоссаңыз болады әртүрлі идеяларды, кішкене көбірек, ұзағырақ жасаңыз келсе, қызығырақ болу үшін жалпы идея осындай. Көрсетілген материалдарды электронды сатып алу үшін төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз.